Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте жеңіл құрамдағы кексті дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен жұмыртқамызды салып, осылайша миксердің аз жылдамдығында миксерлеп аламыз, көпіртіп. Содан соң секерімізді салып, тағы да миксердің аз жылдамдығынан көбейте отырып, кішкене миксерлеп аламыз. Бізде осылай массамыз ұлғаяды. Содан соң ұнымызды осылай бір немесе екі бөлікке бөліп, осылай салып, тағы да бір келкі болғанша тестіміз араластырып отырамыз. Мінекей, мен 3 бөлікке бөліп салдым. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша 2 немесе 3 бөлікке бөліп салсаңыз болады. Барлығын бірден салып жібермеңіз, осылай бөлек-бөлек етіп араластырыңыз. Ең соңында сары майымызды салып, миксерлейтін боламыз. Мен сұйық май қолдандым. Сіздерге үйдің сары майын қолдануларыңызды сұраймын. Мінекей, осылайша біздің массамыз осындай болып шығады, қоймалжың болып шығады. Содан соң арнайы формамызға салып, барлығын қасықтың көмегімен салып шығамыз. Мен мұнда кішкене көбірек салдым. Ортасынан ғана салсаңыз болады. Сол кезде мұнда менде 12 штук. Сол кезде аз-аздан салсаңыз, сізде 24 штук шығады. Толық нұсқаны, тестілердің, рецептларын бәрін төменге жазып кетемін. Мінекей, осылайша барлығын тестіміздің барлығын салып аламыз да, қызып тұрған пешімізде 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Өте жеңіл піседі. Және мінекей, осылайша барлығын салып алып, пешімізге пісіріп аламыз. Мінекей, біздің кекстарымыз осындай көтеріліп, өте әдемі болып піседі. Кекстарымыздың дайын болғанын әдеттегідей шпажканың көмегімен тексеретін боламыз. Шпажкамыздың басы құрғақ болған болса, біздің кексіміз дайын деген сөз. Мінекей, осылайша кексімізді алып аламыз да, жаңағы қалған тестімізға максиуп араластырамыз. Максиппия осылай пісірсеңіз де болады. Мен мак араластырып, тағы да жаңағы формамызға құйып, тоже қызартып пісіріп аламыз. Мінекей, осылайша біздің кекстарымыз өте тез дайындалады және өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз, сізге сөзсіз ұнайды. Егер де менің видеом сізге ұнаған болса, арнама тіркеліп, хотя бы лайк басып кетуіңізді сұраймын. Қазір мінекей, қараңыздар, өте күшті болып шығады, үріліп, әдемі болып. Қазір сіздерге ішін көрсететін боламын. Мен мұнда үйдің жұмыртқасын қолдандым. Мына қараңыздар, ішіне дейін қазір бөлген кезде сап-сары болып, күшті болып шығады. Мінекей, біздің кекстарымыз осындай өте әдемі болып, үріліп, жұмсақ болып піседі. Қараңыз. Енді ішін қараңыз, қазір жұмсақ болады, осындай қараңыздар. Сап-сары болып, әдемі болып піседі. Егер өзіңіздің қалауыңыз бойынша ішіне кішіміш немесе шоколад қоссаңыз да болады, варенье қоссаңыз да болады. Ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Мінекей, осылайша біздің кексіміз дайын. Егер де сізге ұнаған болса, видеома лайк басып, комментария жазып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Келесіде де осындай өте құрамы жеңіл тағамдар дайындайтын боламыз. Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Рахмет көп-көп.